Сәлем достар, сіздермен бірге оңай каналы. Бүгінгі біздің тақырыбымыз қуық қабынуын қалай емдейтініміз туралы болмақ. Простатит жамбас және жамбас түбі бұлшықеттеріндегі қан айналымының бұзылуы немесе оның тіндеріндегі инфекция нәтижесінде пайда болатын қуық асты безінің қабынуы. Бұл еркектерде кездесетін ауру. Дерт белгі бергенде зәр шығару қиындайды, жалпы жағдай нашарлайды. Ауруды асқындырмай уақытында емдесе, біржолата жазылу мүмкіндігі бар. Егер ем уақытылы жүргізілмесе, немесе аяқсыз қалса, онда ауру тағы да мазалауы мүмкін. Простатитті андролог немесе уролог дәрігері емдейді. Егер сіз дәрігерге қаралуға ұялсаңыз, онда халық әдісімен дертіңізге дауа таба аласыз. Ендеше, қуық асты безінің қабынуына ем болатын шөптермен таныс болыңыздар. Жусан. Жусан суыққа қарсы күресетін керемет емдік шөп. Ем үшін бізге 100 грамм кептірілген жусан жетеді. Шөпті алақаныңызбен жақсылап езіп алып, шыны ыдысқа салып қойыңыз. Ем ретінде 1 шай қасығын аузыңызға салып, су ұрттайсыз. Ащы дәмі бар жусан асқазан ішек жолдары арқылы өтіп, бүкіл ағзаңызды тазалайды әрі барлық инфекцияны өлтіреді. Емді алғашқы 3 күн бойы әр 2-2,5 сағат сайын жүргізесіз, ал 4-ші күннен бастап ұйқыға жатар алдында ішпейсіз. Күні бойы 5-6 рет қабылдасаңыз болады. Ем кезінде міндетті түрде диета ұстау қажет. Мүмкіндігінше ақуызды, балықты, жұмыртқаны, тәттілер мен ұн өнімдерін шектеңіз. Күні бойы кептірілген 200 грамм нан жесеңіз жеткілікті. Ал алкоголь мен темекіні мүлде тұтынбаңыз. Оның орнына жарманы, көкөніс пен жемісті, жаңғақты, күнбағыс майын ұсынамыз. Ақжелкен. Ақжелкен ағзаны пайдалы әрі бағалы заттармен толықтыратын өсімдік. Соның арқасында қуық асты безінің қабынуын емдеп, жыныс жұмысын жақсартады. Ол үшін тәулік бойы 50 грамм ақжелкен жеу қажет. Құрамы С дәруменіне бай кептірілген ақжелкенді жақсылап ұнтақтап аласыз. Сосын бір ас қасықпен 3 рет қабылдаңыз. Ақжелкен бойыңыздағы суықты алады, қандағы қантты реттейді, ішек микрофлорасын жақсартады. Егер ақжелкенді шайнап жей алмасаңыз, шырынын ішуге де болады. Күніне 3 рет бір ас қасық шырын ішесіз. Емді тамақтанудан жарты сағат алдын жүргізу керек. Келесі сүйел шөп. Ол бойыңыздағы суықты емдейді. Ол үшін емдік шөптен қайнатпа әзірлейміз. 100 грамм кептірілген сүйел шөпті ыдысқа саласыз. Үстіне 700 мл қайнаған су құйып, көлемі 4 есеге азайғанға дейін баяу отта қайнатыңыз. Сосын оттан алып, бетін жауып қоясыз. Шамалы суыған кезде қабатталған дәкемен сүзіп алып, 500 грамм табиғи бал араластырыңыз. Емдік сусынды шыны ыдысқа құйып, тоңазытқышқа қою керек. Ем ретінде бір ас қасықтан күніне 3 рет ішіңіз. Емді тамақтан алдын қабылдайсыз. Сүйел шөп қайнатпасы ауыр дерттен кейін, яғни түрлі антибиотик, свеча, емдік жаттығу немесе массаждан соң ағзаны қуаттандырады. Сұлы. 200 грамм сұлыны ыдысқа салыңыз. Үстіне 600 мл қайнаған су құйып, 5 минут баяу отта қайнатыңыз. Осы уақыттан соң қайнатпаны оттан алып, бетін жауып қоясыз. Шамалы суыған кезде қабатталған дәкемен сүзіп алып, шыны ыдысқа құйыңыз. Дайын болған сусынды ем ретінде 150-200 мл күніне 3 рет ішіңіз, ал жүруге, жүзуге рұқсат етіледі. Бал қосылған шай. Егер сіз дұрыс емделмей немесе дертіңізге ат үсті қарап жүрсеңіз, онда көбірек бал қосылған шай ішіңіз. Балдың суыққа және бактерияға қарсы күресетін қасиеті бар, ал көк және қара шайды араластырып ішетін ерлердің урологиялық денсаулықтары мықты көрінеді. Сізге ем ретінде жөке немесе гүлді балын таңдаңыз. Шаймен бірге 100 граммын жеуге әдеттеніңіз. Осылайша үзбей қабылдасаңыз, несеп шығуы жақсарады, ауруы басылады. Және де асқабақ дәні. Асқабақ дәні кез келген ер кісілердің ағзасына аса қажетті мырыш элементінің қайнар көзі саналады. Ол қуық асты безінің қануын ғана емдемейді, сондай-ақ бүкіл ағзаға шипа болады. Ол үшін асқабақ дәнін күнделікті ас мәзіріңізге қосуды ұмытпаңыз. Айталық 100 грамм дәнде 10 мг мырыш бар, ал бұл көлем ағзаны бір тәулік бойы қажет ететін мырыштың 50%-ын құрайды. Демек, сізге тәулігіне 200-300 грамм асқабақ дәнін жеу қажет. Осымен достар,
Бүгінгі пайдалы кеңесіміз сіздерге пайдалы болды деген ойдамыз. Сіздермен болған оңай каналы. Келесі кездескенше.